Сіз жасанды интеллект чат-боттарын жасағанда ManyChat платформасын қолданатын болсаңыз, сізге бұл точно керек болады, бұл видео. Себебі кейбір кездерде текст жеткіліксіз да, сіз сурет жібергіңіз келеді адамға. Сол кезде ManyChat-тағы автоматизациялар өте қолайлы болады. Мысалы, мен мындай автоматизация жасап қойдым. Send меню деп аталады. Адамға просто текст жібереді да и фото жібереді. Мысалы, мен тамақтың менюсын жіберемін да. Сіз мынаны жасау үшін N8-нан отырасыз да, ана суретті загружать етіп деген сияқты. А так, мынандай оңай тез құрып тастайсыз, мына какой-то флоу да осындай, и соны жібере аласыз да N8 тарапынан. Бұл өте оңай істеу, қазір көрсем. Қазір мына жерге мен N8-нан пуш басам, и мында бұл фото барады. Send тест басам, қазір меню кетеді, қараңыз. Так, тағы да басайын. Что-то снял. Міне, бана басылмай қалып просто. Өзі сурет жіберілді. Енді оны қалай істейміз? Өте оңай. Біріншіден сізге мені түсініп алу керек, қалай жіберетініңізді. Мінекей, бір ғана ноут керек, N8-да HTTP request деп аталады. Метод post, мына URL send flow деген бана автоматизациялар жібере алады. Сосын мында код API ключті енгізуіңіз керек. API ключті ManyChat-та мына жерде настройки API деген жерде орналасқан. Осы жерден сіз өзіңізге API ключ жасап аласыз. Соны мында жазасыз. Қалай жазасыз десеңіз, мына жерде бүйтесіз, мынаған басасыз. Create new credential, мына жерге authorization деп жазасыз. А мына жерге кетіп жазасыз. Төменге кетірсем временно. Төменге былай жазасыз. Bearer, пробел, сосын банаға API ключті қоясыз. Сол кезде сізде мына ключ дайын болады. Сосын send body дейсіз да, мына JSON-да бересіз. Subscriber ID деген ManyChat-тағы ID-шка, адамның, мысалы мен өзімді аты, мына жерде жазылып тұр ол, сол ключ, Ал Flow NS деген автоматизацияның аты. Мен автоматизацияны ашатын болсам, мына жерде жоғарыда URL-да көрініп тұрады, несі ID-шкасы. Міне, content деп басталады, content и какой-то сандар. Осыны копировать етесіз да, мына жерге қоясыз. Болды. Осылай сіз адамдарға ManyChat-тағы автоматизацияларды жібере аласыз. Өте оңай. Все, видеоны қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.